Сәлем достар, бүгін сіздермен өте керемет болып шығатын қазақтың ұлттық тәттілерінің бірі қызыл ірімшікті жасайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай өте дәмді керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көреміз. Бізге ең алдымен осындай 3 литрдағы сүтіміз қажет болады. 3 литр сүтке бізде 300 грамм айранымызды қосатын боламыз. Сіздерде сүттеріңіздің майлылығы қанша жоғары болса, сіздерде қызыл ірімшігіңіз сонша көп шығатын болады. Айранды қосқаннан соң осылай біркелкі араластырып отырамыз. Сосын барып бізде осылай екеуі ажырайтын болады. Біздің ірімшігіміз пайда болады. Сондықтан осылай астын енді орташа отта қайнатып отыратын боламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай 200 грамм шекерді қостық. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тәттіні қоссаңыздар болады. Тәттісі қатты көп болсын десеңіз 300 грамм қоссаңыздар жеткілікті. Міне біздің ірімшігіміз осылай 3-4 сағат одан да көп қайнатсаңыздар да болады. Қанша көп қайнатсаңыздар, сонша сіздердің ірімшіктеріңіздің реңі кіретін болады. Менде осындай ыдысқа салып, үстіне марласын төседім. Осылай барлығын сүзіп алып, суынан ажырататын боламыз. Барлығын видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар, осылай сары суынан ажыратып аламыз. Егер де сіздердің ірімшіктеріңіз қатты қызыл болып шыққанын қаласаңыз, сіздер 5-6 сағат қайнатсаңыздар болады. Менде осылай 4 сағат қайнады. 4 сағаттың ішінде осындай әдемі сарғыш реңі пайда болды. Осылай барлығын орап, марлымен жақсылап бетін орап, ыдысы астын шұңқыр ыдысқа салып, осылай бетіне қатты ауыр заттарымызды салып, 4-5 сағатқа тағы да қалдыратын боламыз. Біздің ірімшіктеріміз бір-біріне жабысып, өзінің формасын ұстауы қажет. Немесе бір түнге қалдырсаңыздар болады. Міне біздің ірімшігіміз дайын болды. Енді өзіміздің кез келген ыдысымызға салып, қызыл ірімшігімізді дайындап ұсынсаңыздар болады. Міне біздің 3 литр сүттен осында 710 грамм қызыл ірімшігіміз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кез келген формаға кесіп, осылай дайындап қойсаңыздар болады. Осылай кубик тәрізді жасасаңыздар өте керемет болады. Жегенге де ыңғайлы болып тұрады. Достар, егер де видео ұнаса, лайк басып пікір қалдыра кетіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Сіздер де қазақтың ұлттық тәттісін дайындап көріңіздер. Ас болсын!